Аты-жөнім Жұмабек Байтұрсынұлы. Осы биыл тамыз айының басында ғаламтор арқылы инвестиция туралы жарнамаларды көріп, қосымша табыс табамын, табыс көзінің жолы деп түсініп, мен сол инвестиция қорының біреусіне телефон салып жазылдым. Алаяқ жігіттер болып шықты. Солардың кесірінен мен 13 миллиондан артық шығын көрдім. Инвестиция жасаймын деп. Мен Талдықорған қалалық полиция бөліміне келіп арыз жаздым. Сол арыздың нәтижесінде кибер қылмыстарға қарсы бөлімшенің қызметкерлері, оның ішінде Жанатұлы азамат, басқа да қызметкерлердің көмегіменен жоғалған ақшамды тезірек табуға қолғабыс тигізді. Мен сияқты азаматтарға, азаматшаларға, басқа да жарнамаға қосымша табыс табу көзі деп неше түрлі көз қызықтыратын, құлақты елеңдететін жарнамаларға ілеспеңіздер. Барлығы өтірік.